Ерсұлтан Астанаға алғаш келген күні аспан сырланып тұр еді. Қараөткел деген шағын ауылдан шыққан қарапайым жігіттің қолында бір ғана ескі сөмке болды. Сөмкесінде 2 көйлек, 1 шалбар, Зейнеп апасы салып берген бауырсақ және әкесінен қалған ескі сағат бар. Автобустан түскенде ол биік үйлерге ұзақ қарап қалды. Ауылда аспан кең болатын. Мұнда аспанды үйлер бөліп алғандай. «Астана», деді ол ішінен. «Мені қабылдайсың ба жоқ па білмеймін. Бірақ мен оңайсынбаймын». Ерсұлтан жетім еді. Әкесі ол кішкентай кезінде қайтыс болған. Анасы да көп ұзамай аурудан көз жұмды. Оны анасының әпкесі Зейнеп апа өсірді. Бай болмаса да жүрегі кең әйел еді. Кетерінде Зейнеп апа оған әкесінің сағатын ұстатты. «Балам, мынау әкеңнен қалған жалғыз белгі. Қалада қиналсаң, осы сағатқа қара. Сенің тегің бар, тамырым бар. Жетіммін деп мойнымды түсірме. Апа, сізді жалғыз қалдырып барамын ғой. Менің жалғыздығымнан қорықпа. Сенің қор болып қалуымнан қорқам. Бар, оқы, еңбек ет. Бірақ біреудің алдында намысыңды сатпа». Сол сөз Ерсұлтанның жүрегіне шегеленіп алған. Астанада оны ешкім күтіп тұрған жоқ. Бірінші күні арзан хостел тапты. Бөлмеде 6 жігіт жататын. Бірі құрылысшы, бірі такси жүргізуші, бірі студент. Ерсұлтанға жоғарғы кереует бұйырды. Хостел иесі қабағы қатулы әйел екен. «Ақшаны алдын ала төлейсің, айқай-шу болмасын. Затыма өзім жауап бересің». «Жақсы апай». «Ауылдансың ба?» «Иә». «Мұнда ауылдағыдай айналайын деп басынан сипамайды». Ерсұлтан басын изеді. «Білем». Ол білетін, бірақ қаладағы суықтықтың дәл мұндай ауыр боларын сезбеген еді. Ерсұлтан 3 күн жұмыс іздеді. Бір жер тәжірибе керек деді. Бір жер танысым бар ма деп сұрады. Бір жерде ашықтан ашық. «Ауылдан келгендерді алмаймыз, тез кетіп қалады» деп шығарып салды. 3-ші күннің кешінде ол шағын дәмхананың есігінен «даяшы керек» деген жазуды көрді. Ішке кірді. «Бұрын жұмыс істедің бе?» деді басқарушы әйел. «Жоқ, бірақ тез үйренем. Жалақы көп емес, жұмыс ауыр. Аяқтан тік тұрасың. Шыдасаң қал». «Қалам». Осылайша Ерсұлтан даяшы болып жұмысқа тұрды. Таңертең ерте тұрады. Кешке дейін тапсырыс тасиды. Кейде адамдар жылы сөйлейді, кейде менсінбей қарайды. Бірақ ол бәріне шыдады. Түнде хостелге келіп, университетке дайындалатын. Арманы грантқа түсіп заңгер болу. Себебі ол бала кезінен әділетсіздікке шыдай алмайтын. Хостелдегі Нұрбек деген жігіт бір күні күліп: «Ей, Ерсұлтан, күндіз табақ тасып, түнде кітап оқып, министр болайын деп жүрсің бе?» Ерсұлтан да күлімдеді. «Министр болмасам да, адам болсам болды. Қалада адам болу үшін ақша керек, бауырым». «Жоқ, ақша адамды көтеруі мүмкін, бірақ адам қылмайды». Нұрбек басын шайқады. «Сен әлі ауылдың баласысың. Қала сені өзгертеді». Ерсұлтан әкесінің сағатына қарады. «Өзгерсем де сатылмаймын». Ол кезде Ерсұлтан өзінің ең үлкен сынағы ақша емес, махаббат болатынын білмеді. Күздің салқын кеші. Ерсұлтан жұмыстан шығып, автобус аялдамасына асығып келе жатты. Қолында ескі сөмкесі, ішінде кітаптары бар. Сол кезде жел көтеріліп, аялдамада тұрған бір қыздың қолындағы қағаздарын ұшырып әкетті. «Ой!» деп қыз абдырап қалды. Ерсұлтан ойданбастан жүгіріп, қағаздарды жинай бастады. Аружан Ерсұлтанға өзінің байдың қыз екенін айтпады, әдейі жасарды. Өйткен адамдар оның кімнің қыз екенін білсе, бірден өзгеріп кететін. Бірі жағымпазданады, бірі қорқады, бірі пайда іздейді. Ал Ерсұлтан оған жай адамдай қарады. Сол оған ұнады. Екеуі кейде жұмыстан кейін кездесетін. Қымбат мейрамханаларға емес, шағын кофеханаларға баратын. Кейде есілдің жағасында жүретін. Ерсұлтан оған ауылын, Зейнеп апасын, ата-анасын айтып берді. «Сен әке-шешеңді сағынасың ба?» деді бір күні Аружан. Ерсұлтан ұзақ үнсіз қалды. «Сағынам, бірақ дауыстарын ұмытып барамын. Ең қиыны сол». Аружанның көзіне жас келді. «Кешір, ауыз сұрақ қойдым». «Жоқ, адам өткенінен қашса, өзін жоғалтады». «Сен мықтысың». «Мықты емеспін, тек басқа амалым жоқ». Аружан оған ұзақ қарады. Бұл жігітте ақша жоқ, үй жоқ, тіреу жоқ. Бірақ оның бойында байлардың үйінен табылмайтын бір нәрсе бар еді. Намыс пен тазалық. «Ерсұлтан, сен бір нәрседен қорқасың ба?» «Қорқам». «Неден?» «Бір күні біреудің алдында кедейлігім үшін емес, жетімдігім үшін қорланып қалам ба деп қорқам».
Аружанның жүрегі шым етті. Жетім болу ұят емес. Білем, бірақ оны бәрі біле бермейді. Сол күні Аружан үйіне келгенде әкесі Мұратбек төрде отыр екен. Үй үлкен, жарық, қымбат. Бірақ Есұлтанның қарапайым сөзі бұл үйдің бүкіл сәнінен жылы көрінді. Аружанның әкесі Мұратбек Астанада аты белгілі кәсіпкер. Қалтасы қалым, сөзі өтімді. Аймаласындағылар одан именеді. Үйінде де бәрі оның айтқанымен жүретін. Кешкі ас кезінде Мұратбек қызына қарады. Ертең Данияр келеді, үйде бол. Аружан қабағын дейді. Неге? Әкесімен шаруамыз бар. Данияр да сені көргісі келеді. Менің жоспарым бар еді. Қандай жоспар? Досыммен кездесем. Мұратбек қасын көтерді. Қандай дос? Жай дос? Қыз ба, жігіт пе? Аружан үндемей қалды. Жігіт пе? Деді әкесі қашытқыл үнмен. Иә. Мұратбек қасықты үстелге қойды. Кімнің баласы? Әке, адамның кімнің баласы екені сонша маңызды ма? Өте маңызды. Кегі жоқ адамға сенуге болмайды. Аружанның жүрегі суып кетті. Кегі жоқ деген не сөз? Артында әкесі, отбасы, тірегі жоқ адамдарды айтам. Әке, ондай адамдар да жақсы болуы мүмкін ғой. Жақсы болуы мүмкін, бірақ менің қызыма лайық бола алмайды. Аружан орнынан тұрды. Сіз адамды қалтасымен өлшейсіз. Мен өмірді білем, ал мен жүректі білем. Жүрекпен иіс алмайсың, нан алмайсың. Бірақ жүрексіз үйдің іші суық болады. Ол бөлмесіне кіріп кетті. Мұратбек ашуланып қалды. Сәуле, Аружанның анасы, ақан сөйледі. Мұрат, қызды қатты қыспашы. Мен оны қорғап жүрмін. Кейде тым қатты қорғау тұншықтыруға айналады. Мұратбек әйеліне суық қарады. Қызым, бір жалан аяқтың соңынан кетсе сонда көресің. Сәуле үндемеді. Ол күйеуінің осы мінезінен қорқатын. Ал Аружан жоғарда отырып Есұлтанға хабарлама жазды. Бүгін үйдің іші тағы суық. Есұлтан жауап берді. Жылы кейін, ауырып қалма. Аружан жымиып қойды. Ол оның сөз астарын түсінбегенін білді. Бірақ бәл осы қарапайым қамқорлық оған бәрінен қымбат еді. Бір күні Аружан аялдамаға қара көлікпен келді. Жүргізуші есікті ашып, қыс түсті. Есұлтан бәрін көріп тұрды. Аружан жақындағанда оның жүзі өзгеріп кеткен. Ерсұлтан бірнеше күн Аружанға жауап бермеді. Телефонына келген хабарламаларды оқыды, бірақ жазбады. Жұмысқа барып қайтып келді. Кітап ашты, бірақ ойы басқа жақта болды. Бір кеште хостел иесі есіктен бас сұқты. Есұлтан, сені бір қыз сұрап тұр. Нұрбек бірден күлді. О, бай қызы өзі кенті ме? Есұлтан сыртқа шықты. Есіктің алдында Аружан тұр екен. Қарапайым куртка киіп алған, бірақ оның көзінен шашау мен сағыныш көрініп тұр. Неге келдің? Деді Есұлтан. Сені көргім келді. Бұл жер саған ыңғайсыз шығар. Маған сен жоқ жер ыңғайсыз. Есұлтан үндемей қалды. Аружан хостелдің тар дәлізіне қарады. Ескі қабырға, аяқ киімдер, ас үйден шыққан иіс, бірақ ол жиіркенген жоқ. Сен осында тұрасың ба? Иә. Жалғызсың ба? Жалғыз жүруге үйренгенмін. Үйрену жақсы деген сөз емес. Екеуі хостелдің алдындағы орындыққа отырды. Күн суық еді. Есұлтан, мен әкемнің қызы шығармын, бірақ оның ақшасы менің жүрегім емес. Сен түсінбейсің, бай үйдің қызына кедей жігітпен жүру романтика сияқты көрінуі мүмкін, ал өмірде ол ауыр. Мен ауырдан қорықпаймын. Қазір қорықпайсың, ертең шаршайсың. Ертеңді мен үшін шешпе. Есұлтан оған қарады. Менде саған беретін ештеңе жоқ. Аружан ақырын ғана оның қолын ұстады. Сенде мен іздегеннің бәрі бар. Не бар? Шындық, намыс, жүрек. Есұлтанның көзі жасаурап кетті, бірақ ол жасыруға тырысты. Мен сені қорғай алмай қалсам ше? Мені қорғаймын деп өзімді жоғалтпа. Маған сол жеткілікті. Сол кеште Есұлтан оның қолын алғаш рет жібергісі келмеді. Бірақ алыста, қара көліктің ішінде Аружанның жүргізушісі бәрін көріп отыр еді. Мұратбек қызының өзгергенін байқамай қалған жоқ. Аружан бұрынғыдай емес, телефонға күлімдеп қарайды. Үйден жиі шыққысы келеді. Әкесіне қарсы сөйлей бастады. Бір күні ол жүргізуші Ерланды шақырды. Қызымды қайда апарып жүрсің? Ерлан сасып қалды. Университетке, кітапханаға, тағы. Кейде өзі аялдамадан түсіп қалады. Кіммен кездеседі? Ерлан төмен қарады. Бір жігітпен. Мұратбектің жүзі қатайып кетті. Қандай жігіт? Қарапайым, хостел жақтан көрдім. Даяш сияқты. Аты кім?
Білмеймін, біліп керейім. 2 күннен кейін Ерлан қағаз алып келді. Аты Есұлтан, ауылдан келген. Әке шешесі жоқ. Дәмханада даяшы болып істейді. Хостелде тұрады. Мұратбек қағазды оқып ащы күлді. Жетім, ауылдан келген, даяшы. Қызымның таңдағаны осы ма? Сәуле қасында отыр еді. Мұрат, алдымен баламен сөйлесіп көр. Не сөйлесем? Мұнбайлар бай қызға махаббат үшін емес, мүмкіндік үшін жақындайды. Бәрін олай ойлама. Мен адамдарды танимын. Сен ақша үшін жақындайтындарды танисың, бірақ жүрекпен келгендерді танымай қалу мүмкін. Мұратбек әйеліне қарады. Сен де қыздың жағына шықтың ба? Мен тек адамды қорлама деймін. Қорламаймын, тек өз орнын көрсетем. Сәуле қорқып кетті. Мұрат, қыздың жүрегін сындырма. Қазір сынбаса кейін сынады. Мен алдын алып жатырмын. Сол күні Мұратбек Ерсұлтан жұмыс істейтін дәмхананың мекен-жайын білді. Кешке сонда баруға шешім қабылдады. Бұл шешім Ерсұлтанның өміріндегі ең ауыр қорлықтың басы еді. Кешкі уақытта дәмхана адамға толы еді. Ерсұлтан бір Аружан әкесінің жанына жетіп келді. Сіз адамды неге қорлайсыз? Мұратбек қызына суық қарады. Үйге қайт. Жоқ, алдымен Ерсұлтаннан кешірім сұраңыз. Залда отырғандар сыбырлай бастады. Мұратбектің намысы қозды. Сен мені жұрттың алдында ұятқа қалдырып тұрсың. Ал сіз бір адамның намысын жұрттың алдында таптадыңыз. Ерсұлтан алжаққышын шешіп үстелге қойды. Аружан тоқта, қажеті жоқ. Қажет. Сен неге үндемейсің? Себебі мен оның деңгейіне түскім келмейді. Мұратбек басқарушыға бұрылды. Мына жігіт ертеңнен бастап бұл жерді істемейді. Түсінікті ме? Басқарушы әйел қорқып, «Иә, түсінікті». Аружан шошып кетті. Әке, сіз оның жұмысында тартып алдыңыз ба? Мен сені қорғаймын. Жоқ, сіз мен емес, өз тәкаппарлығыңызды қорғап жүрсіз. Мұратбек қыздың қолынан ұстап, сыртқа қарай сүйреді. Жүр. Аружан жұлқынып, жіберіңіз. Ерсұлтан бір қадам алға шықты. Оған қатты тимеңіз. Мұратбек бұрылып, сен араласпа. Сенің орның мына есіктің сыртында. Ерсұлтанның көзі оттай жанып кетті. Менің орнымды сіз шешпейсіз. Аружан жылап. Ерсұлтан! Жігіт оған қарады. Қазір сөйлеме, Аружан. Қазір жүрегім тым ауыр. Ол сыртқа шығып кетті. Үйге келген соң Аружан әкесінің кабинетіне кіріп барды. Сіз бүгін мені ұятқа қалдырдыңыз. Мен бе? Сен өзіңді ұятқа қалдырдың. Даяшының соңынан жүгіріп. Ол даяшы ғана емес, ол адам. Ол саған тең емес. Теңдікті сіздің ақшаңыз шешпейді. Менің ақшам болмаса, сен бүгінгі өмірімді көрмес едім. Ал сіздің ақшаңыз менің жүрегімді сатып ала алмайды. Мұратбек ашумен қолын көтеріп, қызын шапалақпен тартып жіберді. Сәуле айқайлап жіберді. Мұрат! Аружан бетін ұстап, әкесіне сенбей қарады. Бүгін сіз Ерсұлтанды қорладыңыз. Енді мен де қорладыңыз. Бірақ біліп қойыңыз, әке. Қорлық махаббатты өлтірмейді. Қорлық тек сізге деген сенімінді өлтіреді. Ол бөлмеден шығып кетті. Сәуле күйеуіне қарап, не істеп қойдым? Мұратбек үнсіз қалды. Ал жоғары қабатта Аружан телефонға жабысып, Ерсұлтанға жазды. Кешір. Әкем үшін кешір. Біраздан кейін жауап келді. Сен кінәлі емессің. Аружан сол бір ғана сөйлемді оқып, өксіп жылады. Өйткені қорланған адам оны кінәламады, ал туған әкесі оның жүрегін түсінбеді. Ерсұлтан сол түні хостелге өте кеш қайтты. Үстіндегі көйлегі әлі дымқыл. Бетіндегі судың ізі кепкенімен, жүрегіндегі қорлықтың ізі кеппеді. Ол есікті ақырын ашып кіргенде, бөлмедегі жігіттер ұйықтап жатыр екен. Тек Нұрбек қана телефонына қарап отыр. Қайда жүрсің? Деді Нұрбек. Түрім не болып кеткен? Ерсұлтан жауап бермей, сөмкесін бұрышқа қойды. Үнсіз отырып, аяқ киімін шешті. Біреу ұрды ма? Деп Нұрбек жақындады. Жоқ. Онда не болды? Ерсұлтан ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Жұмыстан шықтым деді. Өз еркіммен бе? Мені шығарды. Нұрбек бәрін түсінгендей басын шайқады. Байғыздың әкесі ме? Ерсұлтан үндемеді. Айттым ғой бауырым, байлардың ортасына кірме деп. Олардың бір ауыз сөзі сенің бір айлық нанымды тартып алады. Ерсұлтан кереуетіне отырды.
қолындағы әкесінің сағатын шешіп, алақанына салды. Сағаттың шынысы сызылған, бауы ескі. Бірақ ол үшін Аружан таңертең көзі ісіп оянды, түнімен жылаған. Айнаға қарағанда өзі-өзін танымай қалды. Кеше әкесінің қолы бетіне тигенде ауырғаны бет емес, жан еді. Төменге түскенде үй іші тым-тыныш болды. Сәуле ас үйде шай қойып жүр екен. Қызының түрін көріп бірден қасына келді. «Қызым?» Аружан анасына қарады. «Мама, мен сізден бір нәрсе сұрайыншы?» «Сұра». «Әкем сізді де осылай басқарды ма?» Сәуле селк ете қалды. «Неге олай дейсің? Сіз бақыттысыз ба?» Бұл сұрақ Сәуленің жүрегіне қадалды. Ол бірден жауап бере алмады. Шай құйып тұрған қолы дірілдеді. «Аружан, мен бай үйде өстім, бірақ осы үйде біреудің шын күлгенін сирек көрдім. Сіз үнемі әкемнің қабағына қарайсыз. Мен де солай өмір сүргім келмейді». Сәуле көзін төмен түсірді. «Әкең жаман адам емес». «Жаман емес шығар, бірақ қатыгез. Ол жоқшылық көрген, бала кезінде көп қорланған, сол үшін байлықты қорған сияқты көрді. Бірақ сол қорғанның ішінде біз тұтқынбыз ғой». Сәуле қызының қолын ұстады. «Мен сені түсінем. Онда неге ешқашан қарсы шықпайсыз?» Сәуле көз жасын сүртті. «Кейде әйел адам үйді сақтаймын деп өзін жоғалтып алады. Мен сенің мен сияқты болғаныңды қаламаймын». Осы кезде ас үйге Мұратбек кірді. Үстінде қымбат костюм, жүзі суық. «Таңнан бері не жылау?» деді ол. Аружан орнынан тұрды. «Есұлтанды жұмысынан шығарттыңыз ба?» «Ол жерде оған орын жоқ. Ол өз еңбегімен нан тауып жүрген еді. Қызымның айналасында жүрген адам менің тексерісінен өтеді». «Тексерісіңіз қорлау ма?» Мұратбек үстелге жақындады. «Сен әлі түсінбей жүрсің. Ол жігіт сені пайдаланады. Ол маған ештеңе сұраған жоқ. Әзір сұрамаған шығар. Сіз бәрін өзіңіз сияқты ойлайсыз ба? Ақша, пайда, есеп». Мұратбектің жүзі қатайды. «Сөзіңді байқап сөйле». «Жоқ әке, енді байқап сөйлеуден шаршадым. Сіз Ерсұлтанды қорладыңыз, мені ұрдыңыз. Бірақ бәрібір мен сені қорғаймын дейсіз. Бұл қорғау емес, бұл мені сындыру». Мұратбек қызына ұзақ қарады. «Демек сен сол жетім үшін әкеңе қарсы шығасың?» Аружанның даусы дірілдегенімен сөзі анық шықты. «Мен жетім үшін емес, әділет үшін қарсы шықтырмын. Ал Ерсұлтан, ол сіз ойлағаннан әлде қайда биік адам. Жоғары көтеріп жібердің ғой. Оны мен көтерген жоқпын. Ол өзі биік. Тек сіз төменнен қарап тұрсыз». Сәуле шошып: «Аружан, болды». Мұратбек бір сәт үнсіз қалды. Сосын суық үнмен: «Бүгіннен бастап сен жүргізушісіз. Ешқайда шықпайсың. Телефоныңды да тексеремін. Мен бала емеспін. Менің үйімде тұрсаң, менің ережеммен жүресің». Аружан әкесіне тіке қарады. «Үйіңіз үлкен шығар, бірақ жүрекке орын жоқ екен». Ол бұрылып бөлмесіне кетіп қалды. Мұратбек ашып отырды, ал Сәуле үнсіз жылады. Өйткені ол сол сәтте қызының үйден алыстап бара жатқанын сезді. Ерсұлтан дәмханалардан жұмыс таппады. Бір жерде адам толық деді, бір жерде тәжірибеңіз аз деді. Біреу ашық айтпаса да, оның бір даудан кейін жұмыссыз қалғанын естігендей болды. Түске қарай ол құрылыс алаңының жанынан өтіп бара жатып, қақпа алдында тұрған хабарландыруды көрді. Күндік жұмысқа адам керек, жүк тасу, тазалау. Ерсұлтан көп ойланған жоқ, ішке кірді. Бригадир Қайсар деген ірі денелі, қара торы кісі екен. Ол Ерсұлтанды жоғардан төмен қарап шықты. «Бұрын құрылыс істедің бе?» «Ауылда істедік, қора салдық, шөп тастық». «Бұл жерде қора емес, көп қабатты үй салынады». «Үйренем». «Жұмыс ауыр, берім шыдаса қал». «Шыдаймын». Қайсар бір күрекпен қолғабысынды. «Ана жақтағы кірпіштерді тасисың. Түсте 1 сағат үзіліс. Ақша күн соңында». Ерсұлтан жұмысқа кірісіп кетті. Бірінші сағаттан кейін ақ қол ауырды. Екінші сағатта алақаны күдіреді. Түске қарай белі сарқырап, аяғы дірілдеді. Бірақ ол тоқтамады. Жұмысшылардың бірі, жасы үлкендеу Дәулет деген кісі оған қарап: «Ей бала, өзіңді өлтіріп аласың. Бірінші күн ғой, ақырын істесеңші». «Ақша керек». «Ақша бәрімізге керек, бірақ дене біреу». Ерсұлтан жымиған болды. «Ауылда бұдан да ауыр істегенбіз». Дәулет оның қолындағы сағатты байқап қалды. «Ескі сағат екен. Әкемнен қалған». «Әкең бар ма?» Ерсұлтан қысқа жауап берді: «Жоқ». Дәулет үнсіз қалды. Сосын бір бөтелке су ұсынды. «Мә, іш». «Рахмет». Түскі үзілісте жұмысшылар нан, шай ішіп отырды. Қайсар Ерсұлтанның кітап шығарып отырғанын көрді. «Құрылысқа кітап оқуға келдің бе?»
Өзіністе дайындалайын деп едім. Қайда дайындаласың? Университетке, заңгерлікке түскім келеді. Жұмысшылар күліп жіберді. Кірпіш тасып жүріп адвокат болмақшы ма? Ерсұлтан ренжіген жоқ. Иә, кірпіш тасып жүріп те арман көруге болады. Қайсар күлген жоқ. Ол Ерсұлтанға ойлана қарады. Намысты бала екенсің, бірақ есіңде болсын, қаладан намысты сынайтындар көп болады. Сынаса шыдаймыз. Шыдау жақсы, бірақ кейде адам шыдаймын деп ішінен сынып кетеді. Ерсұлтан қолындағы нанды баяу шайнады. Мен сынбаймын. Қайсар басын изеді. Көрерміз. Кешке жұмыс біткенде Ерсұлтанға күндік ақшасын берді. Аз ғана ақша, бірақ өз еңбегімен тапқан ақша. Ол ақшаны қалтасына салып тұрып іштей. Мұратбек аға, мені жұмыссыз қалдырған шығарсыз, бірақ нан табатын қолымды тартып ала алмайсыз, деді. Аружан Ерсұлтанның құрылысқа тұрғанын Нұрбектен білді. Ол ұзақ ойланды. Барсам ол ренжі ме? Бармасам жалғыз қандырам ба? Ақыры жүрегі шыдамады. Кешке қарай құрылыс алаңының алдына келді. Қақпа жанында шаң басқан жұмысшылар шығып жатыр. Бірі темекі тартады, бірі су ішеді, бірі үйіне асырады. Аружан Ерсұлтанды бірден таныды. Үсті шаң, қолы жара, беті шаршаған. Бірақ көзінде сол баяғы намыс бар. Ерсұлтан, деді ол. Жігіт бұрылды. Оны көргенде бір сәт қуанып кеткендей болды. Бірақ бірден қабағын жинады. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сені көргім келді. Бұл жер саған келетін жер емес. Сен тағы мен үшін шешіп тұрсың ба? Аружан, айналаңа қара. Мұнда шаң, айқай, ауыр жұмыс. Сен бұған үйренбегенсің. Мен саған емес, шаңға келіп тұрған жоқпын. Ерсұлтан сәл жұмсарды. Үйдегілер білді ме? Білсе тағы дау болады. Неге өзіңді қинап жүрсің? Себебі сен қиналып жүрсің. Мен үйренгенмін. Ерсұлтан, сен неге бәрін үйренгенмін дейсің? Жалғыздыққа үйренгенмін, ауыр жұмысқа үйренгенмін, қорлыққа үйренгенмін. Адам қорлыққа үйренбеуі керек. Ерсұлтан үнсіз қалды. Аружан оның қолына қарады. Алақаны жарылып кеткен. Қолын ауырып тұр ма? Жоқ. Өтірік айтпа. Өтеді. Қыз сөмкесінен дәрімен бинт шығарды. Отыр, танып берем. Қажет емес. Қажет. Ол жақын маңдағы орындыққа отырғызды. Ерсұлтан қарсылық білдіргісі келді, бірақ Аружанның жанарынан қайтпайтынын көрді. Қыз оның қолын ақырын ұстады. Жараларын көріп көзіне жас келді. Мен үшін осындай күйге түстім. Жоқ, өзім үшін. Жұмыс керек болды. Әкем үшін кешір. Сен әкең емессің. Бірақ ол менің әкем. Ерсұлтан оған қарады. Сен одан бас тарта алмайсың. Мен соны түсінем. Қанша қатал болса да, ол сенің әкең. Мен сені әкеңнен айырғым келмейді. Аружанның көзі толып кетті. Ал ол мені сенен айырғысы келеді. Сол үшін сен екеуміздің біріміз жаман болуымыз керек пе? Жоқ. Онда асықпайық. Бірақ өтірікте өмір сүрмейік. Аружан оның қолын танып бітті. Мен сені тастамаймын. Ерсұлтан ауыр күрсінді. Бұл сөзді айту оңай. Мен дәлелдеймін. Сол кезде құрылыс қақпасының сыртында қара көлік баяу қозғалып өтті. Ішінде Ерлан отыр еді. Ол екеуін телефонға түсіріп алды. Ерсұлтан оны байқап қалды. Бұл кім? Аружан бұрылып үлгермеді. Не болды? Біреу бізді бақылап жүр. Аружанның жүзі бозарып кетті. Әкем? Ерсұлтан қолын жұдырық қылды. Демек, дау енді басталады. Келесі күні Аружан үйге кіргенде, қонақ бөлмеде қонақтар отырғанын көрді. Үстелде түрлі тағам, қымбат ыдыс аяқ, гүлдер. Әкесі Мұратбек ерекше салтанатты киінген. Қасында Данияр мен оның атамасы отыр. Аружан бірден бәрін түсінді. Бұл не? Деді ол. Мұратбек жымиғандай болды, бірақ көзінде қаталдық бар. Қонақтар келді. Әдеп сақта. Данияр орнынан тұрып қолындағы гүлді ұсынды. Аружан, сені көргеніме қуаныштымын. Қыз гүлге қарамады. Мен сіздерді күткен жоқпын. Даниярдың анасы ыңғайсызданып қалды. Қызымыз ұялып тұр ғой. Аружан әкесіне бұрылды. Әке, 1 минут сөйлесейік. Қазір емес. Қазір. Мұратбек орнынан жай көтерілді. Аружан, бүгін маңызды күн. Мен үшін емес. Данияр кенет ортаға шықты. Қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. Ашқанда ішінен үлкен гауһар жүзік жарқ ете қалды. Аружан, мен сені бұрыннан ұнатам. Отбасыларымызда бір-бірін жақсы таниды. Маған тұрмысқа шығуға келісім бер. Үй іші тына қалды. Сәуле төмен қарап отыр. Ол бұл жоспарды толық қолдамаған еді.
бірақ күйеуіне қарсы тұра алмады. Аружан жүзікке ұзақ қарады. Сосын Даниярдың көзіне тіке қарады. Жоқ. Даниярдың жүзі өзгеріп кетті. Не дедің? Мен сізге тұрмысқа шықпаймын. Мұратбек тістеніп. Аружан, ойлан. Мен ойландым. Данияр намыстанып күлді. Сол даяшы үшін бе? Аружанның көзі оттай жанып кетті. Оның атын қорлап айтпаңыз. Ол саған не бере алады? Хостел ме? Шаң басқан құрмыс па? Бір өзім нан ба? Ол маған сіз бере алмайтын нәрсені береді. Не екен? Құрмет. Даниярдың анасы орнынан тұрып кетті. Мұратбек, біз бұлай қор болу үшін келмедік. Даниярдың әкесі қабағын дейді. Балалар өзара келіспеген екен. Біз қайтайық. Мұратбек оларды тоқтатқысы келді. Кешіріңіздер, қыз бала ғой. Аружан әкесінің сөзін бөлді. Қыз бала емес, адаммын. Қонақтар шығып кеткен соң, үйдің іші жарылардай тыныштыққа толды. Мұратбек қызына жақындады. Сен бүгін менің абыройымды жерге таптадым. Мен өз өмірімді қорғадым. Өз өмірім? Сенің өміріңе мен қанша еңбек сіңірдім. Сенің оқуым, үйің, киімің, шетелге барғаным, бәрі менің ақшам. Сол үшін жүрегімді де сатып жіберуім керек пе? Сол жігіт сені бақытты қылады деп ойлайсың ба? Иә, кедейлікпен бе? Махаббатпен. Мұратбек ащы күлді. Махаббатпен қазан қайнамайды. Аружан даусы дірілдеп. Ақшамен де жүрек жылмайды, әке. Мұратбек бұрылып кабинетіне қарай жүрді. Бүгіннен бастап, Ерсұлтан деген жігіт сенің өмірімде болмайды. Мен оны өзім жоқ қыламын. 2 күн өткен соң, Ерсұлтанды құрылыс кеңсесіне шақырды. Қайсар қабағы қатулы келді. Сені бір кісі күтіп отыр. Кім? Баядан сияқты, бірақ маған ұнамады. Ерсұлтан ішінен бәрін сезді. Кеңсеге кіргенде Мұратбек терезе алдында тұр екен. Үстінде қымбат пальто, қолында былғары қолғап, жүзінде менсінбеу. Тағы кездестік, деді Мұратбек. Ерсұлтан есікті жапты. Не керек? Тілің әлі қысқарматты. Сіз менің жұмыс орныма келдіңіз. Айтарыңыз болса айтыңыз. Мұратбек үстелге қалың конверт қойды. Мұнда ақша бар, көп ақша. Сенің бірнеше жылдық табысым шығар. Ауылға қайт, үй сал, мал ал, қалағанын істе. Бірақ Аружаннан кет. Ерсұлтан конвертке қарады да қайта Мұратбекке қарады. Ақшанызды алыңыз. Сен ақымақсың ба? Мұндай ақшаны өмірінде көрмеген шығарсың. Көрмеген шығармын, бірақ мен көрмеген нәрсенің бәріне сатылмаймын. Мұратбек жақындады. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың? Жетімсің. Артында әкең жоқ, анаң жоқ. Ертең сені біреу далаға тастаса, іздейтін адамың жоқ. Бұл сөз Ерсұлтанның жүрегін тіліп өтті, бірақ ол көзін тайдырмады. Менің әкем жоқ шығар, бірақ сіздей әке болса, мақтан алмас едім. Мұратбек ашудан сұрланып кетті. Сен тілімді тарт. Тартпаймын. Өйткені сіз менің жетімдігімді бетіме басып тұрсыз. Мен ата-анамды таңдаған жоқпын. Бірақ адам болып қалуды өзім таңдадым. Адам? Сен қызымды өз деңгейіңе түсіргің келіп жүрсің. Жоқ. Мен оны еркін көргім келеді. Еркіндік деген кедей жігіттің қолынан ұстап қаңғып кету емес. Бай үйде тұтқын болғаннан, қарапайым үйде бақытты болған артық. Мұратбек конвертті алып, Ерсұлтанның кеудесіне ұрды. Соңғы рет айтып тұрмын. Қызымнан кет. Әйтпесе Астанада бір күнде тыныш жүрмейсің. Ерсұлтан конвертті жерге түсірді. Мен сізден қорықпаймын. Қорқасың. Кек әлі сезбей тұрсың. Мұратбек шығып кетті. Қайсар кеңсеге кіріп, жердегі конвертке қарады. Ақша ма? Иә. Алмадың ба? Жоқ. Қайсар конвертті көтеріп үстелге қойды. Сенің орнында көп адам алар еді. Сол үшін мен көп адам болғым келмейді. Қайсар Ерсұлтанға ұзақ қарады. Намысым бар, бірақ абай бол. Ақшасы көп адамның кегі де қымбат болады. Ол сені жай жібермейді. Ерсұлтан терезеден сыртқа қарады. Құрылыс алаңында адамдар кірпіш тасып жүр. Қарапайым тірлік, адал еңбек. Жібермесе де мен сатылмаймын. Сол кеште Ерсұлтан хостелге келгенде, иесі әйел оған бір конверт ұстатты. Ауылдан хат келіпті. Ерсұлтанның жүзі бірден өзгерді. Зейнеп ападан ба? Сыртында солай жазылып тұр. Ол бөлмесіне кіріп, хатты абайлап ашты. Зейнеп апаның таныс жазуы, әр-әркінен ауылдың иісі келетіндей. Балам Ерсұлтан, амансың ба? Қала суық шығар, жылы жүр.
Менің жағдайым жаман емес. Ешкі лағын туды. Көрші Балтабай отын жарып берді. Сен уайымдама. Балам, түсімде ананды көрдім. Маған Ерсұлтанға айт, жүрегің кірлетпесін деді. Қандай қорлық көрсен де, біреуге жамандық тілеме. Бірақ өзіңді де қорлатпа. Сен жетім емессің. Сенің артында ата-бабаңның рухы, менің дұғам, анаңның ақ сүті бар. Егер бір қызды жақсы көрсең, оны қорлатпа. Бірақ қыз үшін өз намысыңды да сатпа. Махаббат адамды биіктету керек, жерге таптамау керек. Қиналсаң ауылға кел, бірақ жеміліп емес, дем алып кел. Мен сені күтем. Ерсұлтан хатты оқып отырып көзін сүртті. Нұрбек қасында үнсіз отырды. Апаң ба? Иә. Не депті? Жүрегімді кірлетпе депті. Нұрбек күрсінді. Қала кірлетпей қоймайды ғой. Кірлетпеуге тырысам. Ауылға қайтсамшы бауырым, мына қала сені қажытып жіберді. Ерсұлтан хатты бүктеп, төс қалтасына салды. Қашып қайтқым келмейді. Қашу емес шығар. Мен өзіме дәлелдеуім керек. Жетім болсам да, ауылдан келсем де қор болып қалмайтынымды. Сол кезде телефоны шырылдады. Аружан екен. Ерсұлтан, сөйлесе аламыз ба? Иә. Әкем тағы сені іздеді ме? Ерсұлтан үндемей қалды. Келді ме? Келді. Не істеді? Ақша ұсынды. Аружан демін ішіне тартты. Кешір. Тағы кешірім сұрама. Сен кінәлі емессің. Бірақ менің кесірімнен сенің өмірім қиындап кетті. Аружан, менің өмірім сен келгенге дейін де жеңіл емес еді. Телефонның ар жағында қыз жылап жіберді. Мен сені жоғалтқым келмейді. Мен де. Онда не істейміз? Ерсұлтан терезеге қарады. Сыртта қала шамдары жанып тұр. Әр шамның астында бір тағдыр бар шығар. Бір-бірімізге өтіріп айтпаймыз. Бір-бірімізді сатпаймыз. Қалғаным уақыт көрсетеді. Аружан ақырын. Мен ауылға барғым келеді. Қай ауылға? Сенің ауылыңа. Зейнеп апаны көргім келеді. Сенің қайдан шыққаныңды көргім келеді. Ерсұлтан таң қалды. Ол жерде қаладағыдай жайлылық жоқ. Маған жайлылық емес, шындық керек. Ерсұлтан ұзақ үнсіз қалды. Жарайды. Бірақ бұл оңай сапар болмайды. Мен дайынмын. Ерсұлтан ішінен күмәнданды. Бірақ алғаш рет Аружанның сөзі жай сезім емес, шешім екенін байқады. Қараөткел ауылы Астанадан алыс емес, бірақ екеуі екі бөлек әлемде еді. Аружан Ерсұлтанмен бірге алдымен пойызға, кейін ескі автобусқа отырды. Жол бойы терезеден далаға қарап келді. Мұнда аспан кең екен деді ол. Ауылда аспан адамға жақын сияқты көрінеді деді Ерсұлтан. Сен осы жерді сағындың ба? Күнде. Неге қайтпайсың? Өйткені бір-біріне жеміліп емес, жетіліп қайтқым келеді. Автобус ауыл шетіне тоқтады. Көшеде лай, жел, аласа идер. Бір үйдің алдында ит үріп шықты. Аружан аяқ киіміне жабысқан балшыққа қарады да күлді. Әкем көрсе есінен танар еді. Әкеңді айтпай-ақ қояйық. Жарайды. Зейнеп апа есік алдында отын жинап жүр екен. Ерсұлтанды көргенде қолындағы шелебін тастай салды. Ерсұлтаным. Ол баланы құшақтап бетінен сүйді. Сосын Аружанға қарады. Мына қыз кім балам? Ерсұлтан қысылды. Апа, бұл Аружан. Зейнеп апа қызға ұзақ қарады. Оның қымбат тәрбиесі бірден байқалады. Бірақ көзінде тәкаппарлық жоқ еді. Кіріңдер. Үйіміз ескі, бірақ ниетіміз таза. Аружан үйге кіргенде пештің жылуы бетіне тиді. Қабырғада ескі суреттер. Жерде алаша, бұрышта сандық. Үй кішкентай, бірақ қаладағы үлкен үйден әлде қайда жылы еді. Зейнеп апа шай қойды. Бауырсақ, құрт, қаймақ шығарды. Қызым, ауылдың шайын ішіп көр. Рахмет апа. Ерсұлтан қалада жүдеп кетіпті. Сен тамақ ішпей жүрсің бе балам? Ішем ғой. Өтіріп айтпа, көзім шымырайып кеткен. Аружан күліп жіберді. Ерсұлтан ұялып қалды. Шай үстінде Зейнеп апа қызға тіке қарады. Қызым, сен Ерсұлтанды аяғаннан жүрсің бе? Әлде сүйгеннен бе? Аружан сасып қалды, бірақ жасырмады. Сүйгеннен. Әкең біле ме? Білет, қарсы. Неге? Бізді тең емес дейді. Зейнеп апа терең күрсінді. Тең емес деген сөзді жүрегі тар адамдар көп айтады. Бірақ қызым, махаббат тек тәтті сөз емес. Ертең жоқшылық көрсең өкпелемейсің бе? Өкпелемеймін. Бай үйдің қызы ауылдың шаңына шыдай ма? Шаңнан қорықпаймын. Қиындық ше? Аружан Ерсұлтанға қарады. Сүймеген адаммен бай болғаннан,
Сүйген адаммен қиындық көргенім артық. Зейнеп апа ұзақ үнсіз отырды. Сосын орнынан тұрып сандығын ашты. Ішінен ақ орамал шығарды. Бұл Ерсұлтанның анасының орамалы. Келін болып түскенде таққан. Мен оны сақтап жүрдім. Әлі саған бермеймін. Бірақ бір күні осы балаға шын жар бола алатынды дәлелдесең, өз қолыммен жабам. Аружанның көзіне жас келді. Апа, жылама қызым. Жас қыздың көз жасы жеңіл болады, ал өмірдің көз жасы ауыр. Соған пайым бол. Кешке Ерсұлтан Аружанды ата-анасының қабіріне апарды. Екеуі үнсіз тұрды. Мен сенің ата-анаңды көрмесем де, олар сені жақсы адам қылып қалдырған, деді Аружан. Ерсұлтан көзін сүртті. Кейде әкем тірі болса, мені ешкім қорлай алмас еді деп ойлаймын. Аружан оның қолын ұстады. Енді сен жалғыз емессің. Олар білмеді. Дәл сол күні Аружанның ауылға кеткенін Мұратбектің адамы біліп, оған сурет жіберіп қойған еді. Аружан үйге кеш келді. Есіктен кіргенде қонақ бөлмеде Мұратбек күтіп отыр екен. Жанында Сәуле. Үстелде телефон жатыр. Экранда Аружан мен Ерсұлтанның ауылдағы суреті ашық тұр. Қайда болдың? Деді Мұратбек. Аружан өтіріп айтпады. Қараөткелде. Кіммен? Ерсұлтанмен. Мұратбек орнынан тұрды. Сен менің рұқсатымсыз ауылға бардың ба? Иә. Сол жетімнің үйіне ме? Аружанның даусы қатты шықты. Ол жетім емес, оның Зейнеп апасы бар, ата-анасының қабірі бар, тамыры бар. Сіз ойлағандай түбі жоқ адам емес. Сен маған ақыл айтпа. Мен ақыл айтып тұрған жоқпын, шындық айтып тұрмын. Мұратбек телефонды үстелге лақтырды. Ертең жұрт көрсе не дейді? Мұратбектің қызы ауылдың жалаң аяғымен жүр дейді. Ол жалаң аяқ болса да сізден биік. Сәуле шошып кетті. Аружан. Мұратбек қызарып кетті. Сен енді бұл үйден қадам аттамайсың. Университетке жүргізуші аппарат алып келеді. Телефоныңды бер. Бермеймін. Бер дедім. Бұл менің телефоным. Бұл үйдегі барлық нәрсе менікі. Аружан көз жасын тоқтатуға тырысты. Сонда мен де сіздікімін бе? Мұратбек жауап бермеді. Мен сіздің қызыңызбын, әке. Меншік затыңыз емеспін. Мұратбек жүргізуші Ерланды шақырды. Қыздың телефонын ал. Ерлан ыңғайсызданып қалды. Мұратбек аға, мен айттым. Аружан артқа шегінді. Маған тиіспеңіздер. Сәуле қызының алдына шықты. Ешкім тимейді. Мұратбек әйеліне жалт қарады. Сен де қарсысың ба? Сәуле дірілдеген дауыспен. Қызды тұтқын қылуға болмайды. Жақсы, екеуің де мені жау көріңдер. Ол кабинетіне кіріп, есікті тарс жапты. Аружан жоғарыға жүгіріп шығып, есігін құлттап алды. Телефонын құшақтап жылап отырды. Біраздан кейін Ерсұлтанға жазды. Әкем бәрін білді. Мені үйден шығармаймын деді. Ерсұлтан бірден жауап берді. Мен келейін бе? Жоқ, ол сені құртады. Мен қорқпаймын. Мен қорқам. Сен үшін қорқам. Біраз үнсіздіктен кейін Ерсұлтан жазды. Онда асықпаймыз, бірақ берілмейміз. Аружан телефонды кеудесіне басты. Ал төменгі қабатта Мұратбек кабинетінде отырып, қолындағы стаканды қысып ұстап тұрды. Оның ішіндегі ашу енді тек қашысыласу емес еді. Ол Ерсұлтанды қызының өмірінен бір жола өшіруге бел байлады. Астанада үлкен қайырымдылық кеш өтті. Мұратбек сол кештің басты демеушілерінің бірі болатын. Кешке кәсіпкерлер, журналистер, танымал адамдар келді. Үлкен зал жарқырап тұр. Қымбат көйлектер, фотоаппарат жарығы, жылы жымиған жасанды жүздер. Аружан да амалсыз барды. Әкесі оған алдын ала ескеркен. Бүгін Даниярдың қасында боласың, артық қылыр жасамайсың. Мен қуышад емеспін. Бүгін менің абыройын сыналадың күн. Ал менің жүрегім күнде сыналып жатыр. Мұратбек жауап бермеді. Кеш басталғанда Аружан залдың бір шетінде тұрды. Данияр қасына келіп. Сен әлде сол жұмысшыны ойлап жүрсің бе деді. Бұл сіздің шаруаңыз емес. Ол сені бәрібір бақытты қыла алмайды. Сіз де. Данияр тістеніп қалды. Дәл сол кезде Аружан қызмет көрсетіп жүрген адамдардың арасынан Ерсұлтанды көрді. Жүрегі атқақтап кетті. Ол мұнда бір күндер жұмысқа келген еді. Құрылыс уақытша тоқтап қалған соң, қосымша табыс керек болған. Ерсұлтан да оны көрді. Бірақ жанында Данияр тұрғанын байқап жақындамады. Біраздан кейін залда шу шықты. Даниярдың анасының қымбат білезігі жоғалыпты. Есіктерді жабыңдар, деді Мұратбек қатқыл үнмен. Қызметкерлерді тексеріңдер. Аружанның жүрегі су ете қалды. Ол бірден жамандық сезді. Қызметкерлердің сөмкелерін бір-бірден қарай бастады. Ерсұлтан кезегі келгенде, ол сабырмен сөмкесін ұсынды. Күзетші сөмкені ашып,
Ішінен алтын білезікті алып шықты. Зал гу ете қалды. «Міне», деді Данияр, «ұры табылды». Ерсұлтан білезікке сенбей қарады. «Бұл менікі емес. Мен мұны салған жоқпын». Данияр мысқылмен күлді. «Әр ұры солай дейді». Аружан алға шықты. «Жоқ, Ерсұлтан ұрламайды». Мұратбек қызына суық қарады. «Аружан, арласпа. Бұл жала. Дәлелің бар ма?» Ерсұлтан Мұратбекке тіке қарады. «Мұны сіз ұйымдастырдыңыз ба?» Зал тағы да гүлдеп кетті. Мұратбек қасында шытпады. «Сөзіңе абай бол. Дәлелсіз айып тақпа. Сіз бұрында мені сатып алмақ болдыңыз. Жұмыстан шығардыңыз. Енді ұры қылмақсыз ба?» Мұратбек күзетшіге бұрылды. «Полиция шақырыңдар». Аружан әкесінің алдына тұра қалды. «Әке, өтінем, бұлай істемеңіз. Ол кінәсіз. Сенің адал жігітіңнің шын беті осы». Ерсұлтанның екі қолын күзетшілер ұстады, бірақ ол қарсылық көрсетпеді. Тек Аружанға қарады. «Жылама. Ерсұлтан, мен сені шығарам, ант етем. Маған емес, шындыққа сен». Полиция келгенде залдағы адамдар телефондарын шығарып түсіре бастады. Біреулер сыбырлады. «Мынау сол бай қыздың жігіті емес пе? Ұры екен ғой. Қайдан келгені белгілі емес пе?» Ерсұлтан сол сөздердің бәрін естіді, бірақ басын төмен түсірмеді. Оны алып кетіп бара жатқанда Аружан әкесіне бұрылды. «Егер бұған сіздің қатысыңыз болса, мен сізді ешқашан кешірмеймін». Мұратбек үнсіз қалды, бірақ көзін қызынан тайдырды. Сол үнсіздік Аружанға көп нәрсені айтып тұр еді. Аружан сол түні көз ілмеді. Ерсұлтанды полиция алып кеткен сәт көз алдынан кетпей қойды. Залда тұрған адамдардың сыбыры, телефонға түсіргені, Даниярдың мысқылы, әкесінің суық жүзі, бәрі жүрегін тіліп өтті. Таңға жақын ғана орнынан тұрды. Айнаға қараса, көздері қызарып кеткен. Бірақ жүзінде бұрынғы әлсіздік жоқ еді. Ол шешім қабылдады. Ерсұлтан кінәсіз. Мен оны дәлелдеймін. Төменге түскенде Сәуле ас үйде жалғыз отыр екен. «Қызым, пайда барасың?» деді анасы алаңдап. «Кешегі залға». «Неге?» «Камера жазбаларын көрем». Сәуле шошып кетті. «Әкең рұқсат бермейді». «Мен енді әкемнен рұқсат сұрап өмір сүрмеймін». «Аружан». Қыз анасының қасына келіп қолын ұстады. «Мама, Ерсұлтан ұрлық жасамайды. Сіз де білесіз ғой». Сәуле көзін төмен түсірді. «Білем. Ол баланың көзінде ұрының көзі жоқ. Онда маған кедергі жасамаңыз». Сәуле біраз үнсіз отырды да, сөмкесінен бір кілт алып берді. «Мынау көліктің қосымша кілті. Жүргізушісіз бар, бірақ абай бол». Аружан анасына таңғала қарады. «Сіз?» «Мен өмір бойы үндемей келдім, бірақ қызымның сүйген адамына жала жабылып жатқанда тағы үнсіз қалсам, ана болудан қалам». Аружан анасын құшақтап алды. «Рахмет, мама». Он кеш өткен үлкен ғимаратқа барды. Күзетшілер алғашында кіргізгісі келмеді. «Рұқсат қағазыңыз бар ма?» «Мен Мұратбек Нұртаевтың қызымын». Күзетшілер бір-біріне қарады. Бұл есім көп есікті ашатын. Бірі жол көрсетті. «Камера бөлмесі ана жақта». Бөлмеде жас жігіт отыр екен. Аружан кіргенде ол орнынан тұрды. «Сізге не керек?» «Кешегі қайырымдылық кешінің жазбасын көруім керек». «Рұқсатсыз болмайды». «Бір адамға жала жабылды. Мен жұмыстан айырылып қалам». Аружан оған тіке қарады. «Ал кінәсіз адам өмірінен айырылып қалса ше?» Жігіт үндемеді. «Өтінемін, 5 минут қана. Мен ешкімге сізді айтпаймын». Жігіт біраз ойланып тұрды да компьютерді бұрды. «Қай уақыт шамасы?» «Білезік жоғалғанға дейінгі уақыт». Олар жазбаны қарай бастады. Бірінші камера – зал, екінші камера – дәліз, үшінші камера – қызметкерлер бөлмесі. Аружан көзін экраннан алмады. Бір кезде ол селк ете қалды. «Тоқтатыңыз!» Экранда Даниярдың жанындағы жігіттердің бірі көрінді. Ол қызметкерлер бөлмесіне кіріп, айналасына қарап алды. Сосын Ерсұлтанның сөмкесіне жақындап, бір нәрсе салды. «Артқа қайтарыңыз, үлкейтіңіз». Кадр анықталды. Ол жігіттің қолында жылтыраған білезік бар еді. Аружанның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Міне дәлел». Жас жігіт те шошып қалды. «Бұл расымен жала екен ғой. Көшірмесін беріңіз». «Болмайды. Өтінемін. Мен...» Аружан көз жасын әрем ұстап тұрды. «Ол жетім. Оның артында әкесі жоқ, бай туысы жоқ. Бірақ бұл оны аяққа таптауға болады деген сөз емес қой. Сіз де біреудің баласысыз. Ертең сізге осылай жала жапса, біреу көмектескенін қаламайсыз ба?» Жігіт үнсіз флеш қалды. Жазбаны көшірді де қызға ұсынды.
Мен сізді көрген жоқпын. Рахмет. Аружан бірден полиция бөліміне барды. Кіреберісте ұзақ күтті. Ақыры тергеушіге кірді. Флешканы ұсынды. Кеше ұсталған Есұлтан деген жігіт кінәсіз. Мына жерде дәлел бар. Тергеуші жазбаны көріп шықты. Қабағы түйілді. Мұны қайдан алдыңыз? Маңыздысы ол емес. Маңыздысы шындық. Біраз құжат толтырылды. Бірнеше қоңырау шалынды. Аружан үйге кеш келді. Үйдің ауласына кіргенде қақпа алдында күзетші үнсіз басын изеді. Бірақ оның көзқарасынан бәрін естігені көрініп тұр. Қонақ бөлмеде Мұратбек күтіп отыр екен. Үстелде сол флешканың көшірмесі жатқандай көрінді. Әкесінің жүзі сұп-сұр. Қайда болдым, деді ол. Есұлтанды босаттым. Сен менің ісіме араластым. Сіз бір адамның өміріне араластыңыз. Мен сені қорғадым. Аружан ащы күліп жіберді. Жала жауып па? Кінәсіз адамды ұры қылып көрсетіп пе? Мұратбек орнынан тұрды. Мен оған сабақ бергім келді. Сабақ? Қорлық сабақ емес, әке. Ол қылмыс. Сәуле есік жақта тұр еді. Ол даусы шықпай тымдаттырды. Мұратбек қызын нұсқап. Сен сол жігіт үшін әкеңді соттатуға дайынсың ба? Мен ешкімді соттатқым келмейді. Бірақ сіздің өтірігіңізді жасырып өмір сүрмеймін. Ол сені төменге тартады. Жоқ, ол мені адам болуға үйретіп жатыр. Ал сіз мені өз қорқынышымыздың ішінде ұстап келдіңіз. Менің қорқынышым сенің болашағым үшін. Менің болашағымды құртан деп жүріп, бүгінімді өлтірдіңіз. Мұратбек шыдырағым тиді. Егер сол жігітті таңбасаң, бұл үйден кетесің. Сәуле шошып. Мұрат, мұның не? Аружан әкесіне ұзақ қарады. Көзінде жас бар, бірақ даусы анық шықты. Жақсы, кетем. Мұратбек бір сәт сенбей қалды. Не дедім? Кетем. Себебі бұл үйде мен қыз емеспін, тұтқынмын. Бір қадам аттасаң қайтып бірмейсің. Үйге қайту үшін алдымен ол үй болуы керек. Аружан жоғарыға көтеріліп, сөмкесін жинады. Бірнеше киім, құжаттары, кітаптары. Қымбат әшекейлеріне қарамады. Шкафтың бір бұрышында тұрған анасы сыйлаған жұқа орамалды ғана алды. Сәуле бөлмеге кірді. Көзі жасты. Қызым, қайда барасың? Білмеймін. Ерсұлтанға ма? Жоқ. Мен оған жүк болмаймын. Өзім тұратын жер табам. Қала суық, қызым. Бұл үйдің суығынан суық емес шығар. Сәуле жылап жіберді. Сосын мойындағы кішкентай алқасын шешіп берді. Бұл менің анамнан қалған. Ақша емес, аманат. Қасында болсын. Мама, аман жүр. Аш қалсан да хабарлас. Ауру болсам да хабарлас. Анаңнан қашпа. Аружан анасын қатты құшақтады. Мен сізді жақсы көрем. Мен де, қызым, өте жақсы көрем. Аружан төмен түскенде Мұратбек дәлізде тұр еді. Соңғы рет сұраймын, деді ол. Сол жетім үшін бәрінен бас тартасың ба? Аружан тоқтады. Мен жетім үшін емес, өзім үшін кетіп барамын. Бірақ иә, мен Ерсұлтанды сүйемін. Сен өкінесің. Мүмкін. Бірақ өз таңдауым үшін өкінгенім, біреудің бұйрығымен өмір сүргеннен жеңіл. Ол есікті ашып сыртқа шықты. Түн суық еді. Қымбат үйдің қақпасы артында жабылды. Сол дыбыс Аружанның жүрегінде бір дәуірдің жабылғанында естілді. Көшеде жалғыз қалған кезде ғана қорқыныш келді. Қалтасында аз ақша, қолында сөмке. Телефонын алып, Ерсұлтанға қысқа хабарлама жазды. Мен үйден кеттім, бірақ сенің мойныма жүк болғың келмейді. Тек аман екенімді біл. 1 минут өтпей телефон шырылдады. Қайдасың? Ерсұлтанның даусы қобалжулы шықты. Ерсұлтан, мен өзім қайдасың дедім. Үйдің қасында. Орнымды жібер. Жоқ, мен саған ауыртпалық болғың келмейді. Нұрбек Ерсұлтанға көмектесті. Оның бір таныс апайы қала шетіндегі ескі бір бөлмелі пәтерін жалға беретін. Пәтер кішкентай, жиһазы ескі, терезесінен жел кіреді, бірақ есігі жабылады, іші қауіпсіз. 1 айдың ақшасын кейін бересіңдер, деді пәтер иесі Роза апай. Қыз бала түнде далада қалмасын. Аружан бөлмеге кіріп жан жағына қарады. Бір диван, бір үстел, ескі томастықыш, кішкентай ас үй. Маған жетеді, деді ол. Ерсұлтан ыңғайсызданды. Бұл сенің үйіңе ұқсамайды. Жақсы болды. Несі жақсы? Ол үйде бәрі қымбат еді, бірақ тыныс ала алмайтынмын. Мұнда терезеден жел кірсе де өз демім өзіндік сияқты. Ерсұлтан оған ұзақ қарады. Сен шынымен осыған дайынсың ба? Білмеймін.
бірақ қорқсам да артқа қайтқым келмейді. Аружан, мен сені кедейлікке сүйремеймін, ал мен сені байлыққа сатпаймын. Екеуі үнсіз қалды. Бұл сөздердің салмағы ауыр еді. Келесі күні Аружан жұмыс іздеді. Өзінің кегін жасырып қарапайым түйіндеме жасады. Бірнеше жер қабылдамады. Ақыры шағын кітап дүкеніне сатушы болып орналасты. Алғашқы жұмыс күні ол қатты шаршады. Бұрын бір күн бойы аяқтан тік тұрып көрмеген. Кешке пәтерге келгенде аяқ киімін әрең шешті. Ерсұлтан есік қағып кірді. Қолында нан, айран, арзан тәтті. Қалай өтті? Аружан күліп жіберді. Аяғым маған ренжіп тұр. Қиын болды ма? Иә, бірақ бір қызық нәрсе түсіндім. Не? Өз еңбегіңмен алған нанның дәмі бөлек болады екен. Ерсұлтан жымиып қойды. Сен өзгеріп барасың? Жоқ, мен енді өзім болып барамын. Олар ас үйдегі кішкентай үстелге отырды. Дастарханда арзан нан, айран, тәтті. Бірақ Аружан бұрынғы бай дастархандардан мұндай жылу сезбеген. Ерсұлтан, деді ол ақырын, мен сенен бір нәрсе сұрайын. Сұра? Сен мені аяп жүрген жоқсың ба? Жігіт таң қалды. Неге олай дейсің? Себебі мен үйден кеттім, қиналып жүрмін. Сен өзіңге қиындық көріп жүрсің. Мүмкін мен саған ауырмын. Ерсұлтан қолындағы нанды қойды. Мен сені аяғаннан емес, сыйлағаннан қасындамын. Бірақ бір нәрсені түсін, біз әлі үйленген жоқпыз. Сенің абыройың мен үшін маңызды. Сондықтан мен бұл пәтерге күнде келіп түнемеймін. Көмектесем, қорғаймын. Бірақ шекарамызды сақтаймыз. Аружанның көзіне жас келді. Сен мені шынымен сыйлайсың. Сүйген адам сыйламаса, ол махаббат емес. Бұл сөз қыздың жүрегіне ерекше тиді. Өйткені ол байлықтан да қымбат нәрсенің барын енді түсінді. Шынайы құрмет. Бірақ сырттағы әлем оларды тыныш қалдырмады. Бір апта өтпей әлеуметтік желілерде түрлі жазбалар пайда болды. Белгілі кәсіпкердің қызы үйінен қашып кетіпті. Бай қызды ауылдан келген жігіт алдап жүрме. Қайырымдылық кешінде ұры атандан жігіт енді бай қызбен бірге. Аружан телефон экранына қарап отырып қалды. Сөздердің әр қайсысы жүрегіне тас болып тиді. Кітап дүкенінде де адамдар танып қоя бастады. Бір әйел кітап таңдап тұрып оған сынай қарады. Сіз сол Мұратбектің қызысыз ба? Аружан сабыр сақтады. Қандай кітап іздеп едіңіз? Бай үйден шығып сатушы болып кеткен қыз сіз бе деймін? Кітап керек болса көмектесейін. Әйел мысқылмен күліп. Махаббат деген кітаптардан ғана әдемі ғой қызым. Өмірде байлық керек. Аружан үндемеді. Жауап берсе, жылап жіберетінін білді. Құрылыс басында да Ерсұлтанды мазақ ететіндер табылды. Ей, күйеу бала, бай қайнатаң үй алып бермей ме? Деді бір жұмысшы. Екіншісі. Қызын алып қашып енді жұмысшы болып жүрсің бе? Ерсұлтан жұдырығын түйді, бірақ үндемеді. Қайсар бригадир қатты сөйледі. Жұмысқа келгендер жұмыс істесін. Біреудің намысымен ойнағанды осы жерден өзім шығарамын. Жұмысшылар тынды. Кешке Ерсұлтан Аружанға келді. Қыз терезе алдында отыр екен. Жарық жақпай қойған. Неге қараңғыда отырсың? Шаршадым. Біреу бірдеңе деді ме? Аружан үндемеді. Аружан, олар сені жаман деп жазып жатыр. Мені ақымақ дейді. Әкемді масқара қылды дейді. Бәрі сөйлейді. Бәрі білет сияқты. Ал шындықты ешкім білмейді. Ерсұлтан қасына отырды. Қалада адамдар өз өмірінен қашу үшін өзгенің өмірін талқылайды. Бірақ ауыр екен. Білем. Сен бұған бұрыннан үйренгенсің бе? Жетім балаға ауылда да сөз көп айтылады, қалада да. Бірақ үйрендім деп айтқым келмейді. Адам қорлыққа үйренбеу керек. Аружан оның өз сөзін қайталағанын байқап, мұңды жымиып қойды. Ерсұлтан, мүмкін сен кетуің керек шығар. Жігіт селк ете қалды. Не? Мен үшін емес, өзің үшін. Әкем тоқтамайды, адамдар тоқтамайды. Сенің арманың бар, оқуың бар. Мен сенің өміріңді қиындаттым. Ерсұлтан қатты сөйлемеді, бірақ даусы ауыр шықты. Сен мен үшін шешім қабылдап отырсың да? Аружан төмен қарады. Мен сені қорғағым келеді. Әкеңді сені солай қорғаймын дейді. Қыз үндемей қалды. Бұл сөз дәл тиді. Ерсұлтан жалғастырды. Мені қорғағың келсе, менің жанымда шын тұр. Кет деп емес, бірге шыдайық деп айт. Аружан көз жасын сүртті. Бірге шыдайық. Міне, осы сөз керек. Ол қолын созды. Аружан оның қолын ұстады. Сол сәтте екеуі де түсінді. Махаббат тек әдемі сөз емес. Махаббат кейде бүкіл қала қарсы тұрса да, бір-бірінің қолын жібермеу екен. Мұратбек сырт көзге бұрынғыдай қатал көрінгенімен, ішінен тыныштығын жоғалтты.
Қызы кеткеннен кейін үй босап қалды. Үлкен дастархан жайылады, бірақ Аружанның орны бос. Сәуле де онымен дұрыс сөйлеспейтін болды. Тамақ ішіңіз дейді ол қысқа ғана. Аружан хабарласты ма? Маған хабарласады. Неге маған хабарласпайды? Сәуле күйеуіне алғаш рет тіке қарады. Себебі сен оның жүрегін жараладың. Мұратбек үндемей қалатын. Оның жұмысы да шатқаяқтай бастады. Бір құрылыс жобасында үлкен тексеріс шықты. Серіктесі, Даниярдың әкесі, жауапкершілікті Мұратбекке ысыра бастады. Бұл құжаттарға сенің адамдарың қол қойған, деді ол телефонда. Біз бәрін бірге шештік қой. Заң алдында кімнің қолы тұрса сол жауап береді. Сен мені сатып тұрсың ба? Бизнес, Мұрат, мұнда сезім жоқ. Телефон өшті. Мұратбек орында қатып қалды. Бір кезде өзі мақтаған текті, тең, бай адамдардың шынайы беті ашылғандай болды. Сол күні түстен кейін кабинетінде жалғыз отырғанда кеудесі қысылып кетті. Алдымен өтеді деп ойлады, бірақ ауырсыну күшейді. Қолы дірілдеп, тынысы тарылды. Орнынан тұрмақ болды, бірақ құлап түсті. Көмекшісі жүгіріп кірді. Мұратбек аға, жедел жәрдем шақырылды. Сәуле ауруханаға жеткенде, дәрігерлер оны дәлізде тоқтатты. Жағдайы ауыр болды, жүрек ұстамасы. Қазір тұрақтандырдық, бірақ күйзеліс көп әсер еткен. Сәуле қабырғаға сүйеніп қалды. Оны көре аламын ба? Аз ғана. Палатаға кіргенде Мұратбек әлсіз жатыр екен. Бұрынғы әмірлі дауысы жоқ, жүзі бозарған. Сәуле, деді ол ақырын. Мен мұндамын. Аружан? Сәуле көзін сүртті. Хабарласам ба? Мұратбек біраз үнсіз жатты. Сосын басын изеді. Хабарлас. Сәуле дәлізге шығып қызына қоңырау шалды. Қызым. Мама, не болды? Даусыңыз неге дірілдеп тұр? Әкең ауруханада. Аружан үнсіз қалды. Не болды? Жүрегі ұстап қалды. Телефонның ар жағында тыныштық орнады. Сосын Аружанның дауысы шықты. Қай аурухана? Мекен-жай жіберем. Аружан қоңырауды қойған соң біраз тұрып қалды. Ерсұлтан қасын деді. Не болды? Әкем ауруханада. Ерсұлтан бірден курткасын алды. Барамыз. Аружан таң қалды. Сен де барасың ба? Әкең мені жек көреді. Бірақ ол сенің әкең, сен жалғыз бармайсың. Аружанның көзіне жас келді. Ол саған қанша жамандық жасады. Сенің жүрегің одан да маңызды. Олар ауруханаға бірге барды. Палатаға кіргенде Мұратбек көзін ашты. Қызын көргенде жүзі жұмсарды. Бірақ Ерсұлтанды көргенде қабағы түйілді. Оны неге әкелдім, деді әлсіз болса да суық үнмен. Аружан әкесінің қасына отырды. Ол мені жалғыз жібермеді. Мұратбек көзін жұмды. Шықсын. Ерсұлтан басын изеді. Мен дәлізде күтем. Ол шықты. Аружан әкесінің қолын ұстады. Әке. Мұратбек көзін ашпай. Сен бақыттысың ба, деді. Аружан жылап жіберді. Мен сізді жоғалтқым келмейді. Мұратбектің көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Ол бірінші рет қызынан жеңілгенде емес, қызын сағынғандай көрінді. Түн ортасында аурухана дәлізі абыр-сабыр болды. Мұратбектің жағдайы қайта нашарлады. Дәрігерлер палатаға жүгіріп кірді. Сәуле мен Аружан есік алдында қалды. Не болды? Деді Аружан жылап. Ешкім жауап бермеді. Бір кезде дәрігер шықты. Науқасқа шұғыл қан керек. Қан тобы сиректеу. Туыстарыңыз бар ма? Сәуле бірден. Мен тапсырам. Аружанда. Мен де. Екеуінен талдап алды. Бірақ сәйкес келмеді. Басқа туыстарға хабарласты. Бірі телефон көтермеді. Бірі қала сыртында. Бірі қазір келе алмаймын, деді. Аружан қабырғаға сүйеніп жылап тұрды. Мама, не істейміз? Сәуле де жауап таппады. Осы кезде дәліздің арғы жағынан Ерсұлтан жақындады. Ол кетпей, түнімен орындықта отырған еді. Мен тапсып көрейін, деді ол. Аружан шошып кетті. Жоқ, Ерсұлтан. Неге жоқ? Ол саған қанша жаманды жасады? Ерсұлтан тыныш жауап берді. Қан адамның мінезіне қарап бөлінбейді. Сәуле көз жасын сүртіп, балам, сен міндетті емессің. Мен адаммын, осы жеткілікті. Дәрігер оны алып кетті. Бірнеше минуттан кейін шығып, қан тобы сәйкес келеді, деді. Аружан көзін жұмып, Құдайым, деп сыбырлады. Ерсұлтан қан тапсырды. Оның өзі де соңғы күндері дұрыс тамақ ішпей, ауыр жұмыс істеп жүреді. Процедурадан шыққанда өңі бозарып кеткен. Аружан бірден қасына келді. Жақсысың ба? Жақсымын.
Неге бұлай істедім? Сен әкеңді жоғалтсаң жүрегің сынады. Мен сенің жүрегің сынғанын қаламаймын. Аружан оны құшақтап, өксіп жылады. Сәуле де келіп, Ерсұлтанның қолын ұстады. Балам, мен саған не айтарымды білмей тұрмын. Ештеңе айтпаңыз. Ол сіздің жарыңыз, Аружанның әкесі. Сәуле басын шайқады. Ол саған көп жамандық жасады. Жамандыққа жамандықпен жауап берсем, менің одан айырман қалмайды. Бұл сөздерді палата есігі жартылай ашық тұрғандықтан, Мұратбек әлсіз күйінде естіп жатты. Ол толық есінде емес еді, бірақ кей сөздер жүрегіне жетті. Қан адамның мінезіне қарап бөлінбейді. Мен сенің жүрегің сынғанын қаламаймын. Жамандыққа жамандықпен жауап берсем. Мұратбек көзін ашты. Төбеге қарап жатты. Өзінің тамырында енді сол қорлаған жетім жігіттің қаны жүретінін түсінді. Ол бұрын тегі жоқ деген баланың қаны өзінің өмірін сақтап қалды. Ал текті деп жүрген адамдардың ешқайсысы дәл сол түні қасынан табылмады. Таңға жақын жағдайы тұрақталды. Дәрігер Сәулеге: "Қауіп сейілді, бірақ науқасқа тыныштық керек" деді. Сәуле орындыққа отыра кетті. Аружан Ерсұлтанның иығына сүйенді. Ерсұлтан да шаршаған еді, бірақ кетпеді. Палата ішінде Мұратбек көзін жұмып жатты. Бұл ұйқы емес еді. Бұл ұзақ жылдар бойы қатайған жүректім алғаш рет өзімен өзі бетпе-бет қалған түн еді. Мұратбек ауруханада бірнеше күн жатты. Бұрынғыдай бұйрық беріп, қатты сөйлеуге шамасы жоқ. Дәрігерлер тыныштық керек деді. Сәуле күнде қасында отырды. Аружан да келіп жүрді, ал Ерсұлтан көбіне дәлізде күтетін. Палатаға кірмейтін. Бір күні Мұратбек терезеге қарап жатып: "Ол келді ме?" деді. Сәуле түсінбей қалды. "Кім?" "Ерсұлтан." Сәуле таң қалды. "Дәлізде отыр. Неге кірмейді? Сізге ыңғайсыз болар деп ойлайды." Мұратбек көзін жұмды. "Шақыр." Сәуле сыртқа шықты. Ерсұлтан орындықта кітап оқып отыр екен. "Балам, Мұратбек сені шақырып жатыр." Ерсұлтан орнынан тұрды. Палатаға кіргенде Мұратбек оған ұзақ қарады. Бұл жолы көзінде бұрынғы менсінбеу жоқ, шаршаған ұят бар еді. "Отыр" деді ол. Ерсұлтан орындыққа отырмады. "Түрегеп тұра берем." "Маған әлі де сенбейсің бе? Сенім бір күнде қалпына келмейді." Мұратбек ауыр күрсінді. "Дұрыс айтасың." Бөлмеде біраз үнсіздік болды. "Сен маған қан бердің" деді Мұратбек. "Иә." "Неге?" "Адам өмірі үшін." "Мен сенің өмірімді құтайын дедім." "Білем." "Жұмысымнан айырдым, ақшасындым, жала жаптым. Қызымнан айырғым келді." Ерсұлтан жауап бермеді. "Неге бетіме баспайсың?" деді Мұратбек. "Себебі сіздің қызыңыз сізді жақсы көреді. Мен оның әкесін жерге таптасам, оның жүрегін жаралаймын." Мұратбектің көзіне жас келді. "Мен сені жеңем деп ойладым. Мен сізбен соғысқан жоқпын, бірақ жеңдім. Мен сені ақшамен, абыроймен, қорқытумен жеңем дедім. Ал сен мені адамдығыңмен жеңдің." Ерсұлтан терең дем алды. "Егер шынымен түсінсеңіз, Аружанда еркіндік беріңіз. Ол сізден қашқысы келген жоқ. Ол сіздің оны тыңдағаныңызды қалады." Мұратбек терезеге қарады. "Мен кедейліктен қорықтым." "Неге?" "Мен де жас кезімде жоқшылық көрдім. Біреулер мені менсінбеді. Қара сирақ" деді. Сол сөз сүйегіме сіңіп қалды. Сосын бай болдым. Бай болған сайын кедей күнімді өшіргім келді. Ақыры кедейлікті ғана емес, кедей адамдарды да жек көріп кетіппін." Ерсұлтан ақырын сөйледі. "Сіз өзіміз көрген қорлықты басқаға көрсетіпсіз." Мұратбек көзін жұмды. Бұл сөз жүрегіне ауыр тиді. "Иә, мен сондай адамға айналыппын." Палатада тыныштық орнады. "Ерсұлтан, мен сенен кешірім сұрауға лайық емеспін" деді Мұратбек. "Кешірім сұрау лайық болудан емес, шын өкінуден басталады." Мұратбек оған қарады. "Сен мені кешіре аласың ба?" Ерсұлтан бірден жауап бермеді. "Білмеймін, бірақ кек сақтағым келмейді." "Неге?" "Зейнеп апам айтады, кек ұстаған жүрекке махаббат сыймайды. Мен Аружанды сүйемін." Мұратбек басын төмен салды. "Мен қызымды жоғалтып алдым ба?" "Жоқ. Бірақ қайтару үшін бұйрық емес, жүрек керек." Ауруханадан шыққаннан кейін Ерсұлтан хостелге қайтты. Сол күні қатты шаршаған еді. Қолын жұмақ болып білегіне қарағанда жүрегі су ете қалды. Әкесінің сағаты жоқ. Ол қалталарын ақтарды, сөмкесін қарады, кереуеттің астын іздеді, құрылыс киімдерін төңкерді. Жоқ. "Не іздеп жүрсің?" деді Нұрбек. "Сағатымды. Әкеңнен қалған ба?" Ерсұлтан басын іздеді. Нұрбек бірден байсалды боп кетті. "Қай жерде шештім?
Ауруханада қан тапсырғанда шешкен сияқтымын, бірақ кейін тағып алдым ба білмеймін. Барайық. Екеуі ауруханаға барды. Медбикелерден сұрады. Қан алу бөлмесін қарады. Дәлізді, орындықтардың астын, палата маңын іздеді. Ешкім көрмеген. Есілтан аурухана алдындағы орындыққа отырып қалды. Қолдары дірілдеп бір. Аружан келді. Ол жағдайды естіп бірден жеткен еді. Табылды ма? Есілтан басын шайқады. Жоқ. Табамыз. Жоқ, Аружан. Кей нәрсе жоғалса қайтпайды. Олай деме. Мен әкемнің жүзін дұрыс есімде сақтамаймын. Дауысын ұмытып барамын. Сол сағат қана бар еді. Енді ол да жоқ. Аружан қасына отырды. Бұл жолы жыбып ататын сөз таппады. Өйткені кей жоғалтудың орнын сөз толтырмайды. 2 күннен кейін Мұратбек үйге шықты. Әлі әлсіз, бірақ жыралады. Үйіне келгенде жүргізуші Ерлан оған бір кішкентай қорап ұсынды. Мұратбек аға, ауруханадағы танысым тауып алыпты. Есілтан деген жігіттігі шығар деді. Мұратбек қорапты ашты. Ішінде ескі сағат жатыр. Шынысы сызылған, бауы тозған. Бірақ артында кішкентай жазу бар екен. Ұлыма, әкең. Мұратбек сағатты алақанына салып ұзақ отырды. Ол сол сәтте алғаш рет Есілтанды жетім деп емес, бір әкенің баласы деп көрді. Ұлыма, әкең. Бір ғана жазу. Бірақ сол жазу Мұратбектің жүрегіндегі ең қатты қабатты жарып өткендей болды. Кешке ол Ерсұлтанға өзі хабарласты. Сағатың менде. Ерсұлтан үнсіз қалды. Қайдан? Ауруханадан тауыпты. Мен алып кетем. Жоқ, мен өзім әкелем. Қайда? Сен тұратын жерге. 1 сағаттан кейін қымбат қара көлік хостел алдына тоқтады. Ескі ғимараттың алдында ол көлік бөтен көрінді. Ерсұлтан сыртқа шықты. Мұратбек көліктен баяу түсті. Қолында қорап. Мә, Ерсұлтан сағатын алды. Бірден білегіне тақпады. Әуелі алақанына салып көзін жұмды. Сосын кеудесіне басты. Рахмет. Мұратбек хостелге қарады. Тар есік, ескі қабырға, терезедегі жарық. Бұрын мұндай жерді көрсе, жиіркенер еді. Қазір үндемеді. Сен осында тұрасың ба? Деді ақырын. Иә. Қиын шығар. Қиын. Бірақ өз еңбегіммен. Мұратбек басын іздеді. Мен сенің сағатымның артындағы жазуды көрдім. Ерсұлтан оған қарады. Ұлыма, әкең. Иә. Мұратбектің даусы бәсеңдеді. Мен сені көп қорладым. Жетім дедім. Артында ешкім жоқ дедім. Бірақ сенің де әкең болғанын, ол сені жақсы көргенін кеш түсіндім. Ерсұлтанның көзі жасаурады. Мен әрқашан біреудің баласы едім. Тек сіз көргіміз келмеді. Мұратбек басын төмен салды. Дұрыс айтасың. Ұзақ үнсіздік орнады. Ерсұлтан, деді Мұратбек. Мен сенен кешірім сұраймын, бірақ кешірімінді талап етпеймін. Ерсұлтан сағатын білегіне тақты. Мен сізді бір күнде ұмыта алмаймын, бірақ кекпен өмір сүргім келмейді. Келесі күні Ерсұлтан ең таза көйлегін киді. Әкесінің сағатын тақты. Шашын түзеді. Айнаның алдында ұзақ тұрып қалды. Нұрбек есікке сүйеніп қараттырды. Қайда күйеу бала? Мұратбек ағаным үйіне. Қорықпайсың ба? Ерсұлтан жымиған болды. Қорқам, бірақ барамын. Намысымды ұмытпа. Ұмытпаймын. Бірақ тым қатты да болма. Кейде кешірім сұрап тұрған адамды да тыңдау керек. Ерсұлтан Нұрбекке қарады. Сен де ақылды болып кетіпсің ғой. Сенің драмаңа қарап өстік қой. Екеуі күліп алды. Мұратбектің үйіне келгенде қақпа ашық тұрды. Бұл жолы күзетші оны менсінбей емес, құрметпен қарсы алды. Кіріңіз. Сәуле есіктен өзі шықты. Кел балам. Балам деген сөз Ерсұлтанның жүрегіне жылы тиді. Ол табалдырықтан аттарда бір сәт тоқтады. Осы үйде қанша қорлық басталды, бірақ бүгін мүмкін бір жаңа сөз басталар. Қонақ бөлмеде Мұратбек күтіп отыр екен. Үстелде қымбат тағам емес, қарапайым шай, бауырсақ, құрт тұр. Сәуле әдейі солай дайындаған еді. Аружан төменнен түсті. Ерсұлтанды көргенде көзіне жас келді. Келдім бе? Келдім. Мұратбек орнынан тұрды. Отырыңдар. Бәрі отырды. Біраз үнсіздік болды. Сосын Мұратбек сөз бастады. Мен бұл әңгімені бастауға көп дайындалдым. Бұрын мен сөйлесем бұйыратынмын. Қазір бұйыруға емес, мойындауға отырмын. Ешкім бөлмеді. Ерсұлтан, мен сені алғаш көргеннен төмен санадым. Себебі сен кедейсің, ауылдансың, жетімсің дедім. Бірақ шын мәнінде төмен болған сен емес екенсің. Төмен ойлаған мен екенмін.
Ерсұлтан үндемей тыңдады. Аружан қызым, мен сені қорғадым деп ойладым. Бірақ сені өз қорқынышымның ішіне қамаппын. Сенің бақытымды емес, өз абыройымды ойлаппын. Аружан көз жасын сүртті. Әке, бөлме қызым, айтуым керек. Мұратбек керең дем алды. Мен Ерсұлтанға жала жаптырдым. Бұл менің ең үлкен күнәм. Мен одан кешірім сұрадым, бірақ сенен де кешірім сұраймын. Себебі сенің сүйген адамымды қорлап, сенің жүрегіңді жараладым. Сәуле үнсіз жылап отырды. Мұратбек Ерсұлтанға бұрылды. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Мен саған қаныммен қарыз емеспін. Мен саған адамдығыммен қарызбын. Егер қаласаң, менің үстімнен арыз беруге құқығым бар. Мен қарсы болмаймын. Ерсұлтан баяу сөйледі. Мен әділдік іздеп жүрдім. Бірақ кек іздеген жоқпын. Неге? Себебі Аружан сізді жақсы көреді. Ал мен сүйген адамымның әкесін құлатқым келмейді. Бірақ бір нәрсе сұраймын. Айт. Енді Аружанның таңдауын сыйлаңыз. Мұратбек қызына қарады. Бұрын ол жоқ деп кесіп айтар еді. Бұл жолы қызман сұрады. Қызым, сен шынымен осы жігітті таңдайсың ба? Аружан Ерсұлтанның қолын ұстады. Иә, әке. Мен Ерсұлтанды таңдаймын. Бірақ сізден бас тартқым келмейді. Мен сіздің мені түсінгенімізді қалаймын. Мұратбек көзіне жас алды. Мен кеш түсіндім. Кеш болса да түсіндіміз. Мұратбек орнынан тұрды. Ерсұлтан да тұрды. Ерсұлтан, деді Мұратбек. Мен бұрын сені қызымнан аулақ жүр дедім. Бүгін, егер сенің ниетің адал болса, қызымның қолын сұрауға қарсы емеспін. Аружанның көзі жайнап кетті. Ерсұлтан бір сәт үнсіз қалды. Сосын тіке тұрды. Мұратбек аға, мен сізден байлық сұрамаймын. Үйде, көрікте, ақшада сұрамаймын. Мен тек Аружанның қолын сұраймын, егер өзі келіссе. Аружан жылап тұрып, мен келісем деді. Сәуле бетін басып жылады. Мұратбек қолын жайды. Онда мен әке ретінде батамды берейін. Қызымды жылатпа. Бірақ қызымда сені сындырмасын. Екеуің байлыққа да, жоқшылыққа да адам болып шыдандар. Ерсұлтан басын иді. Рахмет. Сол күні байдың қабырғалары алғаш рет жылы көрінді. Өйткені ол үйде көптен бері айтылмаған сөз айтылды. Кешірім. Бірнеше айдан кейін Қараөткел ауылында шағын той өтті. Той қаладағы қымбат мейрамханада емес, ауылдың мәдениет үйінде болды. Бірақ көңіл-кең, дастархан мол, адамдар шынайы еді. Зейнеп апа таңнан бері тыным таппады. Бауырсақтаны үстелге қойыңдар, құртты ұмыттаңдар. Ерсұлтан, сен не қарап тұрсың? Өз тойым болса да көмектес. Ерсұлтан күліп, апа, мен бүгін күйеу жігітпін ғой. Мен үшін сен әлі пештің түбінде ұйықтап қалатын баласың. Ауыл адамдары күліп жіберді. Аружан ақ көйлек киген, бірақ үстіндегі сәннен гөрі жүзіндегі тыныштық әдем еді. Сәуле оның шашын түсіп берді. Қорқып тұрсың ба, қызым? Жоқ, толқып тұрмын. Бақыттысың ба? Аружан терезеден сыртта жүрген Ерсұлтанға қарады. Ол ауыл балаларымен күліп сөйлесіп бір екен. Иә, мама, өте бақыттымын. Сол кезде Зейнеп апа сандығын ашып баяғы ақ орамалды алып шықты. Бөлме ішіндегі әйелдер тына қалды. Қызым Аружан, деді ол салмақпен. Бұл Ерсұлтанның анасының орамалы. Келін болып түскенде таққан. Мен оны жылдар бойы сақтадым. Бір күні баламның шын сүйген жарына жабан деп жүрдім. Аружанның көзіне жас толды. Зейнеп апа орамалды оның басына ақырым жапты. Енді сен бұл үйге байдың қызы болып емес, біздің қызымыз болып кіріп отырсың. Байлығыңды емес, жүрегіңді алып келдің. Сол жүрегің аман болсын. Аружан Зейнеп апаның қолын сүйді. Апа, мен Ерсұлтанды ешқашан қорлатпаймын. Зейнеп апа оның маңдайынан сүйді. Оны қорлатпау үшін алдымен өздерің бір-біріңді қорламаңдар. Үйдің берекесі содан басталады. Той басталды. Ән айтылды. Домбыра тартылды. Ауылдың үлкендері бата берді. Мұратбек те келді. Бұрын ол мұндай қарапайым тойды менсінбес еді. Ал бүгін төрге шықпай, көптің арасында отырды. Үстінде қарапайым шапан. Жүзі ойланып қалған. Бір кезде асаба микрофон ұсынды. Қалыңдықтың әкесі бата берсін. Зал тына қалды. Мұратбек баяу орнынан тұрды. Қолына микрофон алды. Ерсұлтан мен Аружан оған қарады. Мен көп сөйлемейтін адаммын, деді ол. Бірақ бүгін айтуға тиіс сөзім бар. Ол Ерсұлтанға қарады. Мен бір кезде бұл жігітті қорладым. Жетім дедім. Кедей дедім. Қызыма тең емес дедім. Бірақ мен қатты қателестім. Адамның теңі қалтасымен емес, жүрегімен өлшенеді екен.
Залда отырғандар үнсіз тыңдады. Есұлтан, балам, сен менің қызымды алдап алған жоқсың. Сен оған өзім бере алмаған еркіндікті, сыйластықты бердім. Сен менің өмірімді де сақтап қалдым. Бүгін мен қызымды саған сеніп тапсырам. Аружан жылап жіберді. Есұлтан да көзін төмен салды. Мұратбек қолын жайды. Құдай қосқан қосағыңмен қоса ағартсын. Бір-бірінді қорламандар. Қиындық келсе қашпандар. Байлық келсе паспандар. Жоқшылық келсе жасып қалмандар. Ең бастысы, адамдықтарыңды жоғалтпандар. Әумин. Зал түгіл әумин деді. Тойдан кейін кешке қарай Ерсұлтан мен Аружан ауыл шетіне шықты. Ата-анасының қабіріне барды. Ерсұлтан әкесінің сағатын сипаттырды. Әке, ана, мен жалғыз емеспін енді, деді ол ақырын. Аружан оның қолын ұстады. Біз жалғыз емеспіз. Алыста ауыл шамдары жанып тұрды. Қаладағыдай биік үйлер жоқ, бірақ бұл жерде жылу бар еді. Кешірім бар еді, адалдық бар еді. Ерсұлтан Аружанға қарады. Өкінбейсің бе? Аружан жымиып. Мен бай үйден кеткен жоқпын, Ерсұлтан. Мен жүрегі бар үйге келдім. Жел баяу соқты. Зейнеп апа жапқан ана орамалы Аружанның иығында ақырын тербеліп тұрды. Сол орамал бір ананың аманаты еді. Сол сағат бір әкенің аманаты еді. Ал сол екі аманат енді екі жасқа бір ғана шындықты айтып тұрғандай болды. Адамды байлық биіктетпейді. Адамды жүрегіндегі адалдық биіктетеді. Құрметті тыңдарман, сізге әңгіме ұнады ма? Көңіліңізден шықса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.